Ассалаумағалейкум қадірменді достар. Бүгін мен сіздерге салынып жатырған үйім туралы қысқаша ақпарат айтқым келіп отыр және ауламның шағын проектісімен бөлісетін боламын. Сіздер оған дейін арнаға тіркеліп, лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарияға қалдыра кетіңіздер. Кеттік ендеше. Қазақ арнаға қош келдіңіздер. Мынау біздің ауламыз, мынау менің ескі үйім. Тілсіз жаудың кесірінен өртке оранып, үйсіз қалған болатынбыз. Бір қорқыныштысы, өрт кезінде көрші өртеніп кете ме деп қатты қорықтық. Шүкір, өзімізбен өзіміз қалдық әйтеуір. Ендігі кездегі еңбек демекші бар күшімізді жинап, үй салу керек деп кірісіп кеттік. Нәтижесі көз алдарыңызда, мінекей осы деңгейге де жетіп қалдық. Енді мен ең алдымен үйге кірмес бұрын ауланың проектісімен аз ғана бөлісіп кетейін. Қолдарыңыз лайкта, назарларыңыз бізде болсын. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Бәрін ертең тегістеп, полный бұзып стяжка қойып, 3 қатар былай, бері қарай, ана шетке дейін жеміс ағашын егем 3 қатар. Егем, сосын мына жерге баспалтақ, мына жерден фундаменттің биіктігіне бетон қоямын. Баспалтақ жасайын былай. Баспалтақ болады, сатымен көтеріліп биік үйге кіретін жер. Мына жерлер стойка салам, мына жерлерге жіңішке. Типа калидор сияқты болып, фонарлар салам, мына жерге фонар. Каждый стойкаға каждый фонар болады. Жұмыс өте көп, цеснопоездар бар. В общем, осы үйді сіздермен бірге салып шығамын ғой, полный. План енді мықты. Алла күш қуат берсін. Жұмыс көп, жасайтын жұмыстар. Шарбақтың да планы бар жалпы. Ана жерлердің бәрі полный стяжка болады түгел. Ана жерге ұзыннан сарай салам. Ана жерге ұзыннан сарай түседі, былай. Полный. Гаражмен. Ендігі кезек үйге келді. Үйді қысқаша көрсетіп шығайын. Өзімнің арманымдағы, ойымдағы дейін бе, проектімен таныс болыңыздар. Осы үйді біткенше бөлісіп отыратын боламын барлық жұмыстарымен. Сол үшін бізбен бірге болыңыздар. Мынау гостевой комната. Осыған қарамағасы мына кухня. Төбесінде не қойып қойдық? Опалка. Қоямыз бұйырса. Қарамағасы кухня болады. Есік ішіне болмайды, осылай не арка кухня. Мына жерде диван. Гыл диван болады. Мақсат қой енді. Диванда телевизор қарап отырамыз осы жерде. Қатыным, шай дайын ба деп. Ендігі перемешке құйғандағы жұмыстармен шамалы бөлісіп кетейін. Апалкасын құрып қойдық, енді құямыз бесі бастап. Келесі жұмыс мына апалка. Бетондарын бүгін құйып тастадық, барлығын анаған бәрін құйып. Енді бұйырса кеткеннен кейін мына жерлерді қалап тастаймыз ғой. Жерлерді қалаймыз, ана жерді қалаймыз, бітті бұйырса. Сонымен тастың мәселесі бір жола шешіледі. Достар, келесі видеода мен сейсмопоез құю барысындағы қызықты әрі пайдалы видеоларды түсіретін боламын. Сейсмопоез құйғаннан соң тастың жоғарғы жағындағы қисықтықтар қалай түзу шыққандығын бөлісемін. Сіздер қазақ тілді арнаны қолдап, пікірлеріңізді аямай комментарияға жаза кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер.
Достар, осы үйдің 80%-ын мен жалғыз өзім қалап шықтым. Табысым да онша көп емес, әйтеуір ептеп-септеп барымша ниеттеніп жатырмын. Сіздер де аз ғана табыспен бастасаңыздар болады. Бүгінгі тастың соңғы қатарын бұйырса қалап бітірдім. Келесі видеода мен арматураның, цементтің базардағы бағасы мен сейсмопояс құю барысындағы жұмыстармен толықтай бөлісіп отыратын боламын. Сіздердің қолдауларыңыз маған үлкен жігер береді, сондықтан қолдауларыңызды аямаңыздар. Біздердің арнамен осы үйдің салу барысын бірге тамашалаңыздар. Көп рахмет, аман сау болыңыздар.